Үлескерлер құрылыс компаниясына қаржы құймас бұрын сол мекеменің құжаттарын толығымен тексеріп алуы тиіс. Ол үшін әкімшіліктің Астана KZ ресми сайтында орналасқан виртуалды қабылдау бөлмесі немесе халықтық бақылау айдары арқылы толық мағлұмат алуға болады. Үй сатып алғысы келген тұрғын осы айдарларға тікелей хат жолдап 15 күннің ішінде ақпарат алуға болады. Бұл туралы бүгін Астана қаласы әкімінің орынбасары Сергей Харашун мәлімдеді. Оның айтуынша, жалған құрылыс компанияларының құрбаны болғанша әбден тексерістен өткен құрылыс нысандарына ақша қойған абзал. Айта кету керек, қазіргі кезде қаладағы 30 нысан бойынша тұрғындардан шағымдар түскен. Бас қалада бірнеше тұрғын үйлердің құрылысы тұралап тұр, ал Азбука Жилья, Әл-Барақат, Төленді, Орал Дизайн Строй сервис құрылыс компанияларының басшыларына қатысты қылмыстық іс қозғалды. Житель города хочет заключить. Кез келген тұрғын үй аларда бізбен ақылдаспайды ғой. Керісінше алданғанда бірақ келіп, жұмсалған ақшасын қайтарып беруін сұрайды. Сондықтан азаматтарға тағы да ескертемін. Үй аларда әрбір үлескер Астана қаласы сәулет және құрылыс басқармасына немесе Астана қаласы мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасынан сол үй туралы ақпарат ала алады. Ал арзан бағамен шақырған алаяқ құрылыс компанияларына сенбеңіздер.